үйретеміз. Енді барлық әріптерді дұрыс дыбыстаған бала одан кейін міндетті түрде буынға түсетін болады. Ал енді буындарда тура сондай осы карточкалар арқылы буындарды дұрыс оқытамыз. Яғни жылдамдыққа, қатесіз оқуына мән береміз және тез оқуына. Одан балалар міндетті түрде дауысты және дауыссыз дыбыстарды білу керек. Дауысты дыбыстарды ажырата алмайтын балалар ертең диктант жазған кезде де қате жібереді. Яғни дауысты дыбыстарды тастап кетіп жатады. Содан буынды оқып болғаннан кейін біз қысқа сөздерге өтеміз. Яғни 3 дыбыстан тұратын қысқа сөздерді бала жылдам оқып үйренеді. Одан кейін барып 2 буыннан тұратын сөздерді оқытып бастаймыз. Осыдан кейін балалар сөйлемді дұрыс оқитын болады. Міне осы алгоритмді пайдаланатын болсаңыздар, жүргізіп оқи алмайтын балаларыңызда өзгеріс болады. Практикада қолданып көріңіздер, дамыса ұстаз дамысын.